Бүгін сіздермен өзімнің сатып жүрген 500 грамдық бенто тортымның қалай жасалу керек, қалай оратылу керек барлығын толыққанды түсіндіретін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл жерде көпшіліктің сүйікті торты ол аппақ құс торты, яғни молочная девочканы дайындаймыз. Алдымен жұмыртқа мен сгущенканы араластырып аламыз. Құрғақ қоспалардан разрыхлитель мен ұнды араластырып аламыз. Яғни екі қоспаны венчикпен араластырсаңыз да болады, болмаса миксердің көмегімен араластырсаңыз да болады. Бізге пергамент міндетті түрде керек, себебі тесто өте нәзік болғандықтан басқа листтерге мысалы орналастырсаңыздар жабысып қалады. Және де 14 диаметрлі форма қажет. Форма жоқ болған жағдайда қазанның қақпақтарымен сызып алсаңыздар болады. Және де тестоны 4-ке бөліп орналастыратын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 5 минут шамасында пісіріп аламыз, яғни корждарымыз қызарғанша. Корждарымыз піскен сәттен дәл осылай формамен немесе жаңа қақпақпен дем арада ыстық кезінде кесіп алыңыздар. Сол кезде торттарыңыз тегіс жиналатын болады. Мінеке өте үлпілдек корж болып шықты. 4 корждың салмағы 180 грамдай. Яғни бізге 500 грамдай тортты шығару керек. Бізде крем 2-ге бөлінеді, яғни торттың сыртын қаптайтын және торттың ішіне жағатын. Бұл жерде өте нәзік крем жасаймыз. Сливки және де творожный сыр, немесе крем-чиз және де қант ұнтағы болмаса қантты қоса берсеңіздер болады, ұсақ қанттарды. Яғни осы құрамдарды төменгі описанияға жазып қоятын боламын. Жақсылап миксерлеп қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Міндетті түрде корждар суыған болу керек, яғни салқын түрде. Және де кремді дем арада 50-60 грамнан жақтым арасына, яғни 3 корждың арасына жағамыз, 4-шісі бетіне жабылады. Және де видеоға мән беріңіздер, бірінші сол қалпы салынады, қалған корждар керісінше салынады. Сол кезде тортыңыз тегіс болып шығады. Және де бетіне целлофан немесе стричті орап, холодильникке 5-6 сағат немесе морозильникке 1-2 сағат салып алыңыздар. Міндетті түрде креміміз сіну керек. Сол кезде торттың сырты жақсы қапталады. Ендігі кезекте торттың сыртын қаптайтын кремді дайындаймыз. Творожный сыр немесе крем-чиз өте салқын түрде болу керек, холодильникте тұрған. Ал сармай болса бөлме температурасы, яғни қатты ерімеген, қатты салқын емес. Және де қант ұнтағын үшеуін араластырып аламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, бір араластырса, яғни комоктары кетсе болды. Лопатаның көмегімен бір араластырып алған дұрыс, арасындағы ауалар кетеді. Мінеке менің тортым сондағысы 2 сағат тұрды. Морозильникте өте қатты болып тұр. Жұмыс жасағанға ыңғайлы. Жаңағы дайындаған кремімізді жағып аламыз. Біріншіден бір сыпыра, яғни черновой вариантын жағамыз. Және де тағы да морозильникке немесе холодильникке бір 20-30 минутқа қойып алыңыздар. Қатты болып тұрған кезде чистовой вариант, яғни аппақ кремді жаққан кезде өте ыңғайлы болады. Тортымыздың сырты қатқанша бұл жерде бізде қызыл, ақ, қара түсті кремдер қажет, яғни жазуға, сурет салуға. Осының кішкене ғана ұшымен лопатаның видеода көріп тұрғандай кондитерский мешокқа салып аламыз. Және де красителді қосып, араластырып, өзімізге ыңғайлы қылып, кондитерский мешоктың жауып, артығын кесіп тастаймыз. Енді торттың сыртын қаптайтын кремге краситель
яғни менің тортымның сырты аппақ болады. Сондықтан мен диоксицетана деген ингредиентті қосамын. Описанияға жазып қоямын. Кез келген кондитерлік дүкендерде сатылады. Осылай ситадан өткізіп алған дұрыс, сол кезде аппақ болып шығады. Енді бұзап тұрған торттың бетіне дайындап алған чистовой кремімізді жағып шығамыз. Міндетті түрде спатуланың көмегімен жан-жағына жағып, шпательдің көмегімен тортты тегістеп шығамыз. Жан-жағына әдейі бортик қалдырдым. Яғни бортик қалдыру себебі тортты кішкене биік қылып көрсетеді. Үш түрлі кремімізді кондитерлік мешокқа салып, ұшын кішігірім ғана кесіп аламыз. Бір кесіп көргеннен кейін бір жерге жазып көріңіздер, яғни ыңғайлы ма, қатты кішкентай болған жоқ па деген секілді. Неге біріншіден аппақ креммен, яғни торттың сыртын қаптаған креммен жазып аламын. Себебі қате жазылып қалса, сүрте салу, яғни тегістей салу оңай болады. Және де торт көп тұрған кезде қызыл қара түс тортқа жайылып кетіп, түрі кір сияқты болып қалды. Сондықтан міндетті түрде ақ креммен жазып алған дұрыс, сурет салғанға да ыңғайлы. Енді осының үстінен қара түспен немесе кез келген түспен бояп алған. Қайтадан үстін бастырып шығамыз. Сол кезде әдемі болып көрінеді. Неге егер сіздерге жазу қисық болып кетіп жатса, жіңішке жіппен бір тегіс сызып алғандарыңыз дұрыс. Сол кезде жазуларыңыз сеп-тегіс болып шығады, яғни қисаймай әдемі болып шығады. Мінекей клиенттің сұранысы бойынша жазуды жазып, посыпкаларды септік. Енді подложканы ауыстырамыз. Яғни осы подложка 16 диаметрлі кез келген кондитерлік дүкендерде сатылады. Өте ұқыпты түрде спатуланың көмегімен подложкаларымызды ауыстырып аламыз. Және де 4 капкейкке арналған коробканы қолданамын. Болмаса бента торттың коробкалары да бар. Маған осы ыңғайлы. Бұл жерде де өте ұқыпты түрде аударып албаңыздар, абайлаңыздар. Коробкаға орналастырып аламыз, лентамен орап, вилка немесе қасық, свечкаларды қосып, клиенттеріңізге ұсыныңыздар. Алдымен осылай өздеріңізге жасап алыңыздар, суретке түсіріп, көршілеріңізге, туыстарыңызға ұсыныңыздар. Міндетті түрде осы молочная девочка және де осы бента торт өте көп табыс алып келеді. Себебі барлық әр отбасыда осы бір айдың ішінде әйтеуір бір туған күн болады. Сондықтан түнгі 12-де құттықтағанға ыңғайлы, бағасы да қолжетімді торт болғандықтан өте сұранысқа ие. Ал сіздерге сәттілік. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоя кетіңіздер. Менің артыма жазылыңыздар. Осындай көптеген видеолар, қызықты, пайдалы контенттер көп болады.